Бүгін біздің үйімізге бір ерекше қонақтар келді, құдайы қонақтар. Франциядан келтір екен. Та, Мая, Тимофей, 22-23 шамасындағы біреуі ағасы екен, біреуі қарындасы екен. Так, Франциядан шыққан, Грузияға барған, Стамбулға барған, Ақтауға ұшып келген. Бүгін енді осы бізге қонақ болды кеше. Даладан сіздердің аулаларыңызға шатырларымызды тігуге бола ма деп еді. Бүгін қонып шықты. Енді бүгін ғана Өзбекстанның пойызына мініп, Қырғызстан, Өзбекстан жақта аралау керек екен. Бұлардың армандары осы Орта Азия даласын көру керек екен да. Біздің жеріміз енді Франция деген жауын көп, айналаның бәрі қалың орман дейді. Мына шөл даланы көріп, оғанда ерекше әсерлі болдық дейді да. Сосын мына біздің бақшамызды көріп таңғалып отыр да, шөл далада мынандай ғажайып бақ орнатыпсыңдар, рахмет деп, жақсы демалдық деп жатыр. Қазір видео түсірді. Қазір үйге қарай барамыз. Қазақтың қонақжайлығын көрсетіп жатырмыз. Қазір ет астық. Димаштың әні француздың президентінің алдында салған әнін көрсеттім. Оған да риза болды. Ептеп таныс екен Димаштың даусы. Кешегі кімнің? Жәнібек Әлімханұлының Францияның боксерімен кездескен. Жекпе-жегін көрсетіп еді. Қайсысы жеңді, соңын көруге бола ма деді. Сонан кейін бар біздің Жәнібек француздың боксерін нокаутпен ұтқан мезгілде кішкене басын шайқап қалды да, о, қазақтар мықты халық екенсіңдер ғой деп жатыр да. Мына француздық қонақтарға біздің ата-бабамыз ғұнның патшасы ел туралы әңгіме айтып бердім. Онда 451 жылы мына Францияның территориясында Каталон деген дала бар. Сол Каталон шайқас деп аталады. Сол жерде Рим империясының әскерімен біздің бабаларымыз Еділ патша, оны Европада Аттила дейді. Сол Каталон жазғанда үлкен шайқас болған. Сол Рим империясын талқандап бүткіл Европа елдеріне тәуелсіздік алып берген ғой біздің Еділ патшамыз. Сондықтан мына Европаның барлық елдері, Францияда, Германияда, Англияда, барлығы да Еділ патшаны өздерінің ұлттық батыры есебінде, өзіне тәуелсіздік алып берген батыры есебінде құрмет етеді. Көптеген осы Европа елдерінде Еділ патшаны мадақтап өлеңдер шығарған, кітаптар жазылған. Сондықтан осы Еділ патша туралы айтып бердім. Екінші, Францияның патшасы Наполеон 1812 жылы Ресей әскерлерін талқандап Москваны жаулап алады ғой. Орыстың патшасы қазақтардан көмек сұрайды. Осы қазақтар соған көмекке барады. Сонда Москвадан француздарды қуып шығады ғой. Сөйтіп оны француздың әскерлерін тона Парижге дейін қуып барады ғой. Сонда француздың әскери адамдары таңғалған екен. Қазақтардың сол ерлігіне де. Ол туралы енді ол кісілерге айттым. Олар интернеттен қараймыз деп сөйтеді. Бұл қазақ деген шындығында мықты халық екен, өнерлі халық екен. Біз қазақтар туралы көп мәлімет білмейміз деді. Сондықтан қазақтарды таныстыратын ағылшын тіліндегі 3 видеоны инстаграмдарына жазып бердім. Сөйтіп қазақтар туралы жақсы көзқараста кетті да, шындығында қонақжай халық екен, мейірімді халық екен, батыр халық екен деп. Мағжан Жұмабаевтың мынандай өлең жолдары бар. Ертегінде отты күннен ғұн туған, отты ғұннан от боп лаулап мен туғам, жүзімді де қызық қара көзімді,
туа сала от жалынмен жуғанбыз дейді, от жуғанмын дейді. Яғни ғұндар біздің ата бабаларымыз ғой, біздің ата бабаларымызды ғұндар деді, түріктер деді, сақтар деді, скиптер деді, әйтеуір әртүрлі атаумен әр кезеңде атаған ғой. Au revoir. Au revoir. Merci. C'était un plaisir de vous rencontrer. Та, қонақтарымыз қазір жолға шығып баратыр. Жолдан машина күтеді, одан бейнеуге барып, ненің Өзбекстанның пойызына билет алып қойған екен. Ал енді ақ жол тілейміз, ал жолдарың болсын. Au revoir.